Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дымляма тағамын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі өте дәмді, ерекше әрі оңай жасалатын тағамдардың бірі. Видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі тағамымызға қажетті заттарды дайындап аламыз. Барлық заттардың мөлшерін, құрамын видеоның астына описаниеге қалдырып жазып кететін боламын. Мендегі сиыр еті, қой еті немесе жылқы етінде қолдансаңыз болады. Ең әуелі қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып аламыз. Майды көбіректеу құйғандарыңыз дұрыс болады. Май қыза бастаған кезде етімізді салып, еттің артық сулары тартылғанша, жақсылап қызарғанша араластыра отырып қуырып алатын боламыз. Менде оттың қызуы орташа қызуда тұр. Шамамен 15 минуттай осылай араластыра отырып, менің еттерім қызарғанша қуырып алатын боламын. Етіміз қызғылт түске еніп, қатты қуырыла бастаған кезде ұсақтап дөңгелектеп тураған пиязымыздың тек жарты бөлігін ғана қосамыз. Және оттың астын баяулатып, етімізді араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, шамамен 1 сағатқа баяу отта етімізді пісіретін боламыз. Баяу отта етіміз баппен пісіп тұруы қажет. Егер оттың қызуы жоғары болса, сіздің етіңіз күйіп кетуі мүмкін. Мінекей шамамен менің етім 1 сағаттай пісті. Енді осының үстіне дәміне қарай дәмдеуіштер, тұз, бұрыш, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрышын қосып, араластырып, пештің қызуын сәл жоғарылатып, тағы да етті 10-15 минуттай қызартып қуырып алатын боламын. Менің пешім қайтадан қыза бастады. Енді осының үстіне пияздың жарты бөлігін себемін, қосамын және де қазанның қақпағын 1-2 минутқа жауып қоямын. 1-2 минуттан қайтадан ашып, үстінен осылай дөңгелектеп туралған сәбіздерімді сала бастаймын. Дәл видеодағыдай. Енді сәбіздердің үстінен дәл осылай 4 бөлікке бөлінген қызанақтарымды саламын. Қызанақтардың үстіне ұсақтап туралған аскөк пен көк жуа сеуіп жіберсеңіз болады, және де 4 бөлікке бөлінген осындай тәтті бұрыштарымызды дәл видеодағыдай қойып шығып, азғантай тұз сеуіп, картоптарымызды қоя бастаймыз. Негізінен кішірек картоптар алған дұрыс. Егер сізде картоптарыңыз менікінде үлкен болса, ортасынан 2 не 4 бөлікке бөліп жіберсеңіз болады. Картоптардың да барлығын толықтай салып болған соң, азғантай тағы да бір қайтара тұз бен қара бұрыш сеуіп жіберсеңіз болады. Енді үстінен осылай 40 қабаттарды қойып шықсаңыз болады. 40 қабаттың сыртқы жапырақтарын дымляманың бетін жаууға бөлек ажыратып аршып алдым. Ішкі бөліктерін осылай бірнеше бөліктерге 3 бұрышты етіп бөліп алдым. Және де үстінен бірнеше сарымсақтар қосып жіберсеңіз болады. Ұсақтап туралмаған, тек ашылған күйінде. Енді 40 қабаттың осындай сырттарын біздің дымлямамыздың үстінен жауып шығатын боламыз. Ашық жерін қалдырмай, барлық жеріне осылай 40 қабаттың жапырақтарын қойып, қазанымыздың қақпағын толықтай жауып, оттың ең баяу қызуында шамамен 1,5 сағаттай пісіретін боламыз. Ешқандай да су қоспаймыз. Өзінің жаңағы еттің, көкөністердің суында біздің дымлямамыз жұп-жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Шамамен 1,5 сағаттай пештің ең баяу қызуында менің дымлямам баппен пісіп шықты. Әрі қарай қазанымның қақпағын ашып, 40 қабаттарымның жапырақтарын астына жіберіп, үстінен көкөністер мен етімді салатын боламын. Осымен біздің дымлямамыз дайын болды. Өздеріңіз видеода көргендеріңіздей, бұл тағамды жасауда ешқандай қиындық жоқ. Бірінің үстінен бірін көкөністерді сала берсеңіз болғаны, 1,5 сағатта өздері баппен пісіп шығады. Міндетті түрде видео ұнаса лайк басып, дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және достар, қазақша контентті қолдап, каналым ұнап жатса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!